Сейдул истигфар деген дұға бар. Мағынасы өте керемет. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам келген хадис. Сейдул истигфар ан яқулал абд. Яғни сейд деген мырза деген сөз. Истигфар әртүрлі истигфарлар келген, бірақ сол истигфарлардың ең үлкені, ең мырзасы ол құлдың былай деп айтуы дейді. Аллахумма анта рабби ла илаха илля ант. Уа Аллам, сен менің Раббымсың, сенен басқа ешқандай да құдай жоқ. Халақтани ва ана абду. Сен мені жараттың, мен сенің құлыңмын. Ва ана ала ахдика ва ваадика мастатаъту. Мен саған берген уәдемді, саған берген сертімді шамам келгенінше орындап жатырмын. Аузу бика мин шарри ма санаату. Істеп қойған нәрсемнен сақта деп өзіңе сыйынамын. Ва бу лака би ниъматика алайя. Сенің маған берген нығметіңді мойындаймын. Ва бу би замби. Жасап қойған күнәмді да мойындаймын. Фағфирли фа иннаху ла яғфиру зунуба илля ант. Мені кешірші, расында күнәларды сенен басқа ешкім кешірмейді. Осыны кім сеніммен күндіз айтса, кешке дейін дүние салса, ол жәннат иелерінен дейді. Кім кешке айтса, таңға дейін дүние салса, ол жәннат иелерінен.